достар, бүгін сіздер тағы Маритока және бүгін бізде Кедей қыздың 3-ші сериясын түсіріп жатырмын. Лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Жаңадан мені көріп отқан көрермендер, сіздердің өтінерім, лайк басып, лайкты аямай басыңыздар, подписация етіп кетіңіздер. Және менің каналыма кіріп, менің сериалдарымды көріп, лайк басып тамашаласаңыздар болады. Ал біз бастаймыз. Таң атты. Әдеттегідей тағы да кофемді ішемін. Ал бүгін мен қазір продуктыға барып келейін. Так. Түте тұр. Менде қанша ақша жиналған. 150 мың болыпты. Әшейін байынан қарасаң да 150 мың болып отырғанын көріп тұр. Енді мен оның 20 мың теңгесін алып продуктыға барып келейін мен қазір. Продукт алып келдім. Артылған зачасын қазір сап қоям. Бірінші су жеп кеттім. Су ішіп алайын. Не қойып қояйын. Так. Жезім. Тағы да осындай мороженое сияқты бір су бар екен. Соны іше салайын. Қандай тәтті. Өмірімде бұндай тағамды жемегенмін. Өте тәтті, дәмді. Осындай бір пирожный. Өте дәмді. Ал мен енді жұмысыма кірісейін. Так, мұнан жайна қойып қояйын. Так, мұнан жинап, мұнан жай қойып қояйын. Так, мен бірінші ана жақтардан дәу қораптарып келейін. Міне, сап-сау жаңа қорғап, мұнан бәрі осының ішіне сап қояйын. Міне, ақшам бәрі сыйды. Енді бұны жауып қояйын да, артына қоя салайын. Так, қазірден соң қанымда кеп қалады. Кешегі киімдердің барлығына жаса ақша шықты. Сәлеметсің бе? Бүгін тағы да жұмысқа барып отырып киімдерді киіп едім ба? Я, айтпақшы саған рахмет. Не үшін? Сен кеше тіккен, бір күнде тіккен он киімің барлығын өткіздік. Түрлі магазиндерге, дүкендерге, шопинг көп жасайтын жерлерге апарып өткіздік. Ал оның барлығын менің кәсібіме аударды. Маған примерно 30 миллион теңге аударды. Бұның барлығы сенің еңбегің. Бүгін тағы да түрлі киімдер тік. Одан соң мен саған жалақыңды беремін. Және аған жалақыңды беретін боламын. Аха, сау болыңыз. Мен жерде отыра берейін. Қалайсыңдар қыздар? Қалайсыңдар? Жақсы өзің, жақсы. Так, бүгін меніңдер розбе жіппен тігетін болады тігейін. Түрлі жіптерім болсын. Ал енді қайшынап бастай берейін. Осылайынан Жасмин тағы да кешке шейін жұмыс жасай береді. Так, болдым. Өшіріп қояйын. Бүгінге де нормальный киімдер жасадым. Бірақ қатты шаршап кеттім. Так, бұның барлығын енді сол неге апарайын. Ой. Болдым. Осмар не апарайын. Ой, түс болып қапты ғой. Жайна қояйын. Түсте ыстық кофе ішкенге не жетсін. Кофемді ішейін. Ал енді осы судан ішейін, бірақ дәмі қандай екен. Конфет. Ой, түс қалды. Так, шоколадты жейін. Өте әдемі шоколад екен. Өте дәмді сияқты. Қазір басы кеуіп қалды ма көр.
Так, тоқтаңыз, жасым отқан сияқты. Саламатсың ба? Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Жақсы. Бүгін мен жұмыстан бітірдім, бірақ менің жіптерім аз қалды. Содан осынша киім тіктім. Негізі бар әлі, бірақ өте аз. Сонда осынша ғана киім тігіп үлгердім. Өйткені бір киімге менде 3,5 сантиметр не кетіп қалады, жіптер. Сол үшін менде жіптер өте аз қалды. Тоқитын тоқымалар да өте аз қалды, себебі болатын бауларын, жіптерін істеуім керек. Сол үшін азгентай ғана қалды. Жарайды, бірінші мына киімдерді көрейін мен сендердің. Жақсы, мен қазір сенің айлығыңды кеп келейін, алып беріп келейін. Так, бүгін бұған мен 300 000 берейін, потому что мынау өте қымбат киімдер ғой. Мынаның жеңін келіп тіккен. Мынандай киімді барлығы киюге асығады. Ал мынау қыста, мынау үйде сияқты. Ал мынау өте әдемі екен. Сондықтан мен оның жалақысын қазір берем. Жасмин үшін бұл да тым артық. Мінеки Жасмин, мен келдім. Мынау саған. Және осының ішінде қосалқы бар. Вау, тете. Қатты қуаныштамын. Қуанышымды қалай сізге жеткізерімді білмеймін. Маған бұл өте көп емес пе? Маған неге бұнша көп ақша бересіз? Себебі сен өте кемпейіл, мейірімді, жақсы қызсың. Және де мен жалдаған Айгүл мен Жанна деген екі қыз әлі уже 3-ші ай кетіп жатыр. Дымда істеп жатқан жоқ, маған ешқандай киім тапсырған жоқ. Ал сен осы күнге дейін, осы 3-4 айдың ішінде маған уже 30, 40, 45 киім тігіп жібергенсің. Сол үшін алғысымды осылай жеткіздім. Себебі саған алғысым әлі шексіз. Барлық айтарым осы. Сау бол. Сау болыңыз, апай. Не деген көп ақша. Бірақ мені жазалаған, яғни мені ұрған адамдар әлі өкінеді. Бірақ бұнша ақша маған көп. Сол үшін мен бұған өзім әзірше үй алмай тұрайын. Өйткені бұл мен әлі түрлі мен қазір киімдер тігіп айналысайын, және де солай көп ақша табайын. Сосын барып мен түрлі үйлер алып, бизнес ашып, сондай ойларым менде бар әлі. Ал өте қуаныштымын. Мен қазір өзіме керекті жіптерді сатып әкелейін. Так, мына жерге қояйын. Мынаның ішінде де қырғын толып жатыр. Осыған барып мен жіптер әпкелейін. Жіптер барып